да бастап жатыр. Құрметті әріптестер, біздің 46-шы орта мектебіміз, білесіздер, жетекші мектептердің қатарындамыз. Өзімізбен бірге серіктес мектептеріміз бар. Сол жетекші мектеп ретінде біз өзіміздің атқаратын қызметіміздің функциялары бар жетекші мектептердің. Міне биылғы оқу жылында сол функциялар бойынша жұмыс жасап, ары қарай жұмысымызды жандандыруымыз қажет. Биылғы оқу жылында біздің мектеп бірнеше жобаларды қолға алып жатыр. Сіздер өздеріңіз білесіздер, сабақты зерттеу 5 жылдың көлемінде мектепте жүргізіліп келе жатқан үрдіске айналған, дәстүрлі үрдіске айналған жұмыс. Енді біз биылғы оқу жылында іс-әрекеттегі зерттеуді жобасын қосып отырмыз. Одан кейін КЛИЛ технологиясы бойынша жаратылыстану бағытындағы пәндерді тілді кіріктіріп, ағылшын тілін кіріктіріп оқыту жобасын енгізіп отырмыз. Және оқырмандар клубын ашқалы отырмыз. Бұл жаңағы тек қана оқушылар емес, мұғалімдер де бұл жерде оқырман бола алады. Және ата-аналар клубы деген сияқты оқырман клубын жобасын қосқалы отырмыз. Және тәрбие бағытында туған жерге тағзым жобасын және ұлттық мәдени мұраға байланысты рухани жаңғыру аясында 2 тәрбие бағытында жобаны қосқалы отырмыз. Сондықтан біздің алдағы жұмыстарымыз үлкен міндет тұр. Алдағы оқу жылында біз инновация кәсіби қоғамдастығы ретінде бірге жұмыс жасайтын боламыз.